Екі достың әңгімесі. Қалайсың бауырым? Денсаулығың қалай? Үй ішің аман ба? Бүгінгі әңгіме бір махаббат жөнінде болатын сияқты ғой. Мен сезіп тұрмын жода. Шай үстіндегі әңгіме. Қандай шай ішесің? Ташкент шай, сүтпен шай? Ташкент шай болады. Болды, братжан, бір ауыз сөзің. Бізге Ташкент шай берсеңіз, 2 шайнек. Ал, бауырым, жолықпағалда біраз болды. Кейін кезде көңіл күйің жоқ, байқап жүрмін. Алдында бір той болады деген сияқты едің. Тойға ниеттеніп жүрмін деп, сол жөнінде деп тұрмын әңгіме. Иә досым, әңгіме сол той жөнінде, жаңа сен айтқан махаббат жөнінде болып тұр ғой. Болды ендеше, тыңдауға әзірміз, братжан. Айта бер, басынан бастап не мәселе болып жатыр? Неге көңіл күйің жоқ? Алдында бір сет жағасын айтып едім ғой саған. Бір тойға ниеттеніп жүрмін, сөйлесіп жүрген, 3,5 жыл жүрген қызым бар деп, сол жөнінде. В общем, болмайтын болды той. Ата-анасы қарсы болды. Әңгіменің ашығы, той жоқ, короче. Жайша ма? Не үшін қарсы болды? Жайша болғанда ұзақ әңгіме ол, енді барынша қысқартып айтайық. Айта бер, бауырым, досым, менің уақыт бар, бүгін саған арнайлап келдім. Уақыт арнап. Басынан бастап айт, бірақ түсініктілеу қылып ше, не мәселе? Қалай танысып жүрсіңдер онымен дегендей, қай жақтың қызы? Алдында қатырып айтпадың ғой. Қалай танысқанда, шындығын айта берейін енді. Әлеуметтік желімен таныстық, ВКонтакте желісімен, осыдан бір 3,5 жылдай уақыт бұрын. Сөйлескенде, сөйлесіп бастаған кезде бірден ұнады енді. Телефонның мысалы ар жағында отырсам да, алыста отырсам да, бір ол қыздың бір көңілі ақ, таза екенін сездім да. Не дейді, құрысын, психологпын десей? Жоқ, психологта емес енді мәселе, бірақ сездім енді өзім, ұнады. Сонымен сөйлесіп бастадық. Не керек? Ол тараз жақтың қызы. 3-4 айда ғана бір кездесеміз. Сонымен сөйлесіп, о баста келістік. Үйлену ниетімен сөйлестік, отбасы болу ниетімен, Алланың разылығы үшін деп бір-бірімізді жақсы көріп солай сөйлестік. Ол оқыды, Ақтөбеде оқыды, Ақтөбеге барып жүрдім. Бітірді, не керек, оқуын бітіріп, үйіне барып, ата-анасына айтып, осындай мән-жайды 3,5 жылдай сөйлесіп жүрген жігітім бар деген сияқты, енді мені айтып таныстырып біршама. Не керек, ата-анасы түбегейлі қарсы болды. Ол отбасын танымаймыз, қақтан шыққан, қақтан тобағансың, ол отбасы жөнінде біз кімнен сұраймыз, ол Қызылорда жақта біздің танысымыз жоқ деген сияқты әңгімелер кеткен. Не керек, 1000% қарсы болған ғой ата-анасы. Сонымен ата-анасы қарсы болғаннан кейін бұл қызда айнып қалды. Білмеймін. Аяқ асты айныды үйіне жеткен соң. Түсінбей қалдым мен, шыны керек. Неге ол бірден айнып кеткен? Түсінікті. 3,5 жыл менің бауырымда, сөзіңді бөлейін, 3,5 жыл жүресіңдер, еще арақашықтықпен сыналасыңдар, соған төзіп келесіңдер да, үйленетін уақытқа келіп қалған кезде ата-анасы қарсы болады, қыз да айнып қалады, біте сала ма бәрі сонда? Қайда кетті деймін, сезімдерің қайда, қанша уақыттан бері жүрген? Брат, мен де соны түсінбеймін. Мен де мазалап жүрген сол, күні-түні мазалап, ұйқыны қашырып, есіме түсіп кете береді. Қаншама уақыт, қаншама кеткен энергия менің миымды жейді. Бір жағынан естеліктер әсіресе көп. Миға ауыртпалық салатын.
ойлап кетесің, пенде болғаннан кейін сағынасың деген секілді ғой. Сол мен де сол сұраққа жауап таппай жүрмін. Неге бұлай болды, неге күреспеді деген секілді. Неге беріле салды, ата-анасы қарсы болса болды ма деген сұрақтар ғой миды шірітіп жүрген. Не айтамыз ол махаббат жөнінде? Брат, сенің жағдайың күрделілеу мәселе екен. Сонда күреспеді ма ол қыз махаббат үшін? Қанша уақыт жүріпсіңдер? Күресу болмады ма махаббат үшін күрес? Мысалы, енді мен ауыр айтпайын енді, бірақ сен тыңдай, енді бір сыр шертуге келгеннен кейін Мұхтар Шахановтың, білесің ғой, ақын кісі, соның мынадай бір сөзі бар досым: жүрегінде ерлігі жоқ адамның барлығы да махаббатқа тұрақсыз деген. Енді сенің жаңа жүрген қызыңды тұрақсыз деп айтып жатқаным жоқ, бірақ мен ойымша күреспеген деп ойлаймын ол қыз махаббат үшін. Сосын осы тұрақтылық жөнінде Ілияс Есенберлин жазушы, сол кісінің мынадай бір сөзі бар: тұрақты адамның махаббаты да тұрақты деген. Және тағы бір мынадай сөзі бар: бір сүйген адамыңды мәңгі сүйіп өтуге болады дейді. Бұл махаббаттың күшінен ғана емес, адам мінез құлқының тұрақтылығымен де байланысты дейді. Тұрақтылық жөнінде айта берсек көп. Мен де өзім тұрақты адамдардың бірімін ғой досым, білесің. Жаңағы үйдегі келіншегіммен қалай үйленгенімді білесің ғой. Біршама уақыт сөйлесіп екеуміз солай жақсы бір керемет махаббатпен үйлендік. Сосын тұрақтылыққа жақын мен де өзім. Сені де білем, қандай тұрақты адам екеніңді. Бір сүйсең өліп сүйетіңді білем мен сенің. Көрініп тұр түріңнен. Ол тұрақтылық мынау адамға беріле бермейді өзі. Ол Алланың сыйы ғой. Қазіргі уақытта бірінің екіншісіне секіріп жүргендер көп. Сондай шығар досым, білмеймін енді, ол қыз неге күреспеген, тұрақтылық болмаған шығар. Мен де миымды қатырды. Әлде кейде ойлаймын, менде бір ата-анасы сұрапты да оның қыздан. Үйі бар ма, жұмысы бар ма, не істейді, ата-анасы не істейді дегендей. Айтқан ғой енді, осындай жерде жұмыс істейді, тұрақты жұмысы бар, үй жоқ, бірақ кейін квартирада тұрамыз деген сияқты барлық мән-жайды айтқан, кейін бірге үй аламыз деген секілді. Сол кезде ата-анасы айтқан екен: оңай ма үй алу? Қанша адам жүр осаққа дейін. Оңай ма үй алу? Тентіреп жүресіңдер қанша уақыт. Не істеп жүр ол бала осаққа дейін үй алмай? Жақсы 25-ке келсе деген секілді әңгімелер кеткен ғой енді. Соған қарап сол материалдық жағдайда әсер еткен шығар деймін ол қыздың ойлануына. Білмеймін енді, қазіргі уақыт сананы тұрмыс билеген заман болып кетті өзі. Содан да шығар. Білмеймін еді досым. Кішкене сыр шертейін деп келдім, өзің іштегін ақтарып. Сол есіме түсіп кетсе ұйықтай алмай қалам түнде. Шыны керек. Зікір айтып, кішкене Алланы зікір қылып сөйтіп барып дем алам. Өйткені мен оны шынайы жақсы көрдім. Ешқандай артық ниетім болған жоқ, оған тиіскенім де жоқ жаман ниетпен. Тек үйлену ниетімен жүрдім. Оған тек жақсылықтарды қаладым. Болашағымызды бірге жоспарлайтын ек деген сияқты ғой. Алла разылығы үшін жақсы көргеннен кейін маған қиын болып жүр да қазір. Енді өтірік айтқан болмасын, енді қазір де сағынам, есіме түсіп кетсе. Бірақ жайдан жай былай кеде салғанына қынжылам. Бірақ осында мен түсінбегенім, ата-анасы қарсы болды, өзі де айнады дедің. Содан кейін дәлші не болды? Сен айттың болған, түсіндіріп негізі. Кішкене не істеп, былай қайрап күресейік дегендей. Ой, айтудан кем болмады, братжан. 3 ай, даже 6 ай ма сүйредім мен оны. Күресейік, кішкене шыдайық.
ол баста бір екі ақ айдан кейін, ата анасы қарсы болғаннан кейін, үйіне барғаннан кейін, жаңағы мамандығын бітіріп, студенттік шақты бітіріп үйіне барғаннан кейін, ата анасы қарсы болғаннан кейін артынша айныған, бәрі бітсін, ренжіме деген секілді түсіндіріп ше. Содан кейін айттым ғой, мен асықпа, ата анаңмен мен барып сөйлесем, кішкене күте тұр, сабыр сақтай тұр, ата анаңның ашуы басылады, содан кейін барып сөйлесеміз деген сияқты түсіндіріп айттым. Болмады ғой бәрібір, қанша сүйредім, 5-6 ай сабырға шақырдым. Осынша уақыт, енді 40-ына шыдап 41-іне қалған кезде бір-бірімізді ренжітпейік, шамалы қалды ғой енді деп едім. Шыны керек өзі қаламады, ол күрескісі де келмеді. Әйтпесе белгілі ғой, кетем деген қыз кетеді ғой, ата анасы көнеді дегендей. Түсінікті, дұрыс айтасың бауырым, ата ана көнеді ғой, бірақ ата ана шынайы разылығымен көнгенде жақсы ғой. Осындай да бір тұсы бар да негізі. Так. Братжан, сен Ташкент шайды алдырып алып ішпепсің, құртта ішіп отсы шамалы. Саған айтатын ақыл кеңесім енді мына жағдайда белгілі ғой, барлығын айтатын сабыр қыл. Енді бір мен ойлаймын, осы сендегі қателікті айтайыншы. Сен енді мысалы Алланың разылығы үшін жақсы көрдім, екеуміз біршама уақыт жүрдік, неге олай болды деген сұрақ қой, сен негізі мазалап жүрген, неге бұлай болды, қанша уақыт жүрдік, неге айырылысып кете салдық, не үшін жолықтық, неге Алла бізді жолықтырды деген сұрақта мазалайтын шығар сені. Мен ойлаймын, сендегі қателік ол баста ол қызды сен күнде көріп жүрген жоқсың. Сен Қызылордалық, ол Тара жақтікі, 3-4 айда ғана бір кездесесіңдер. Ол алыс жақта болғаннан кейін, алыс екенін білгеннен кейін, мен ойлаймын, қоя салуым керек. Ол баста сөйлеспей, өйткені сен де оның ата-анасын білмейсің, шыққан тегін білмейсің дегендей. Біз қазақ ата-бабамыз шыққан тегіне қараған ғой, отбасына дегендей мән беріп, үйіндегі тәрбиесіне. Сен оны алыс болғаннан кейін біле алмайсың, таныстарың да жоқ ол жақта деген сияқты. Ол баста бірден қоя салуым керек та. Сен айтып отырсың ғой, сезім оянып кетті деп. Сол деп ойлаймын сен қателігің. Алыс болғаннан кейін, мысалы біз көбінесе тағдырға жабамыз ғой, тағдыр солай болды, Алла бізді солай жолықтырды, тәуекел деген сияқты. Негізі тағдыр деген жалпы өзіміздің біз таңдап алған дүниелер ғой. Кейбір таңдалынбайтын тағдырлар бар. Мысалға ата-анаң таңдай алмайсың, түріңді, бойыңды деген сияқты таңдай алмайтын дүниелер бар. Ал таңдалатын, өзіміз таңдай алатын дүниелер де бар да өмірде. Сенде таңдау болды, оның алыс екенін білдің, ештеңеге қарамадың. Ештеңеге қарамадың. Сол да сенің бір қателігің деп ойлаймын осы тұста. Іздесең қателік көп менде, бірақ сен түңілме, жек көрме досым. Жаңа бірден айтайын деп жатырмын, тағы да саған что-то ұмытып тұрмын. Ол қыз айтқандай алыс жерге, басты мәселелердің бірі досым, алыс жерге барғысы келмеді. Алыс деп айтты ол жақта, ол үйінен алысқа барғысы келмейді екен де, жақын жерге кеткісі келеді екен тұрмысқа. Соны айтуды ұмытып кеттім ғой. Онда түсінікті мәселе ғой, қыз баласы болғаннан кейін. Ол баста сонда келісе алмадыңдар ма? Осыншама уақыт жүрмей тұрып. Жоқ, келістік, оны сұрадым ғой мен ол баста. Ертең үйленетін кезде жаңағыдай мәселелер талқылағанбыз. Маған келуге дайынсың ба алыс жаққа деп. Сол кезде ол алысқа барым келмейді деп негізі бір ауыз айтқан маған ол баста. Бірақ мен оны басып тастап отырмын да, сен олай айтпа деген сияқты ше. Сен менің ығыма жығыл, сен өзіңе қарай тартпа деп айтып жатырмын да. Ол өзім үйге жақын жерге тұрсақ деген сияқты айтады да. Сен менің ығыма қарай жығыл, енді бұлай айтпа деген сияқты басып тастап отқан.
негізі дұрыс қылмаған сияқтымын ғой о баста. Бірақ енді ол кезде енді айтпаймын келіскен, негізі болды, қай жаққа болса да дайынмын деген сияқты келіскен. Түсінікті досым. Айта берсек ұзақ береді бұл әңгіме. Братжан, осы сұхбатты тыңдап отқан бір жастар да бар шығар арамызда. Осындай жағдай көп қой қазір. Айырылысып кету, кейде қыз тастайды, кейде ол жауапкершілік танытпайды деген сияқты. Қазір 1 минут. Ренжіме досым, ойым бөлініп кетті ғой. Так, не айтып отырайық? Осы сұхбатты тыңдап отырған жастар болса, айтарым, осындай көбейіп кетті қазір. Айырылысу, қыз бен жігіт жүреді, айырылысады, содан кейін екіншімен жүреді, үшіншімен жүреді. Яғни бос махаббатқа уақыттан өлтіреді. Жастық уақыттарын, қаншама уақыттарын бәрін осындай махаббат қуалап, жас кезінде уақыттарын босқа шығындайды. Және бір жағынан күнәға да батып жатқан сәттер болады. Қыз балдар екіқабат болып жатқан сәттер бар осындай махаббаттан. Айырылысып кетіп жатады кейін. Қыздың тағдырына балда шабылып жатады деген сияқты. Енді неше түрлі ситуациялар бар енді осы тұста. Ондай болмас үшін не істеу керек деген сұрақ туындайды ғой. Жастарымыздың уақытын тиімді пайдалану үшін не істеу керек? Мен осыны біршама ойландым да осында. Тыңдап отқандар болса айтып кетейін. Ата-аналарға айтарым, сәби кезінен бастап балаңыздың уақытын үнемді жұмсауға, тиімді жұмсауға көңіл бөліңіз. Мысалы, сен қазір далаға шығып ойнап кел, содан кейін сен мына кітапты оқы, мына ертегіні оқы, сосын маған түсінігіңді айтып бер. Содан кейін барып сабағыңды оқимыз, ары қарай демаласың, ұйықтайсың, одан кейін мынаны істейсің деген сияқты кезекті тапсырмалар беріп, уақытын тиімді пайдаланып үйрету керек. Қалай болса солай жібере салса, ойнай бер, үйте бер, бүйте бер деген бала ол кейін соған дағдыланып қалады да, уақытын қалай болса солай жұмсай береді. Ал кішкентай сәби кезінен, шыбық кезінен уақытын тиімді жұмсап үйренген бала, ол үлкейгенде де солай тиімді жұмсайды деп ойлаймын. Және ал қазіргі жастар, сіздер оқитын уақытта, білім алатын, әсіресе мектеп кездегі уақытта, білім ізденетін уақытта махаббат іздемеңіздер. Білім ізденетін уақытта махаббат іздемеңіздер. Махаббат іздеме мүлде. Махаббат өз уақытымен келеді. Сен оқитын уақытында біліміңді ал, жетіл. Белгілі бір маман иесі бол. Студент кезде де бір махаббат ізде деп мен айта алмаймын шыны керек. Оқитын уақытта білім іздену керек, талпыну керек. Ал үйленуге ниет етесің ғой, сол кезде барып, ниет еткен уақытыңызда ғана барып, жан-жағыңызға қарап, танысып дегендей сол кезде болады. Ал үйлену ниеті жоқ, жай әшейін жан-жаққа қарап, алақтап, ана қызға, мына қызға бір қарап сөйлесіп жүре берсе, уақыттың бәрі зая кетеді. Бір қызбен жүреді, айырылысады, келесі қызға көңіл ауады. Жаман әдет қой, бұл да әдет, ол жалғаса береді ары қарай. Біріншіден, екіншіден, үшіншіне қаншама уақыттар зая кеткен. Ал сол кеткен уақыттарға, махаббат қуалаған уақыттарға керісінше білім алса, өз-өзін жетілдірсе, ол көптеген жетістіктерге жетеді. Махаббат уақытында өзі іздеп келеді, сен өзі жолығады. Өз дінімізде де сондай ғой, егер үйлену ниетің болмаса, қызбен сөйлесуге болмайды, қарауға да болмайды. Үйлену ниетің, осы үйленемін мен деп, сол кезде қызбен танысып дегендей, танысқанда да оның жақыны болу керек, өзінің талаптары бар ғой. Біз дініміз тап-таза, асыл дін ғой біздікі, ислам діні, біз өзіміз ұстанбай құртамыз да оны. Сосын тағдыры былай болды, үйтіп кетті, бүйтіп кетті деп шағым айтамыз. Сосын дінімізді, асыл дінімізді орын ұстай білсек бәрі керемет. Сосын және де ата-анасы білген дұрыс оны. Мысалы, бір қызбен сөйлесіп бастадыңыз, ниет етіп, ағасы немесе ата-анасы білген жөнді. Мысалы, досымда сенің ата-анасы білген бәле ата-анасын. Білгенде ол бірінші курста айтқан негізі мамасына. Мамасы қарсы болған ғой, сен қойыңдар алыс деп ше. Бірақ ол қыз сол кезде бұл алғашқысы, әрі
соңғысы деп сөйтіп мамасын қайтарып кеткенін, мамасы ұмытып кеткен ғой деген, сөйлесіп жүргеніміз қойған шығар деп ойлаған. Онда мамасы қарсы болыпты ғой, енді өздерінен де бар ау, кім білсін енді. Сол құрметті жастар, құрметті ата-аналар, жаңағы тек үйленуге ниет болған кезде ғана қарап сөйлессеңіздер, ешкімнің уақыты, әсіресе бізге қазіргі уақытта жастардың уақытын тиімді пайдаланғаны керек. Белсенді жастар, білімді жастар керек бізге. Жан-жақты ғылыммен, техникамен, саудамен, бизнеспен айналысатын бүкіл салада бізде өте бір белсенді жастар керек та бізге. Уақытын босқа жұмсап, бос махаббатқа өлтіріп, күйдім сүйдім дейтін жастардың аз болғаны дұрыс бізде. Болашақ жастардың қолында дейді ғой. Сол қысқа нұсқа айта берсек көп. Ал саған енді досым тәуекел боларыс болып бояу сіңген екен. Өзіңді білем ғой мен, қандай жігіт екеніңді, братжан. Саған Алла бір салиқалы жар нәсіп қылсын. Алла қаласа осы қиналғаның, жаңағы көңіліңнің қиналғаны, сол арқылы Алла күнәләрін кешірсін. Боларыс болып қойған ғой, енді басқа не дей береміз. Главное айтшы, ұмыттың ба енді оны? Мысалы, қанша болды қазір сөйлеспегендеріңе? 5 ай ма болып қалды ғой примерно. Ұмыттың ба? Ұмыттым ау. Брат, досым, сен ұмытпағансың ау. Оны ұмыту керек, братжан. Өткенге қайта оралмау керек. Бір істелінген қателік қайтадан жасалынады ол, қайтадан келгеннің өзінде. Мен солай ойлаймын. Бір тастап, бір кеткен дүниеге қайтадан жоламаған дұрыс. Кейде бақыт дейді жіберу арқылы келеді деп айтылады ғой. Жіберсең келеді деген секілді. Жіберу керек дүниелерді уақытында жіберу керек. Сол құрметті тыңдарман қауым, бұл шай үстіндегі әңгіме, мәтінін құрастырған Марат Орманов, дыбыстаған Асмандияр Нұрмұхаммед.